Қайырлы күн әріптестер. Біз Қазақстан тарихы сабағында визуалды деректерді қолданудың тиімді жолдары тақырыбындағы тәжірибемізбен бөліспекпіз. Ендеше визуалды деректерді қолданудың өзектілігі неде? Бұл ең алдымен тарих сабағындағы деректерді қолдану арқылы тарихи ойлау дағдыларын дамыту мәселесінен туындайды. Ендеше тарих сабағында тарихи деректерге негізделген зерттеу сабақтарын жүргізе отырып, жаңа технологияларды, видео, интернет ресурстарын тиімді қолдану мүмкіндіктерін ашады. Әрине, тарихи ойлау дағдыларының ішінде аналитикалық ойлау ең маңызды орын алады. Осы тұрғыда визуалды деректерді қолдану арқылы нақты мәселені айқындау, көптеген ақпарат ішінен оқушының өзіне қажетті деректі айқындап, сұрыптап алу мәселесі тарихи деректермен жұмысты ұйымдастыру арқылы жүзеге асады. Визуалды деректердің маңыздылығын мына презентациядан көруге болады. Ең алдымен визуалды деректер оқиғаларды нақты, боямасыз шынайы көрсетуі, дәуірдің болмысын дәлме-дәл бере алуы. Сонымен қатар ол эпизодтар мәңгілікке сақталғандықтан визуалды деректердің шынайылығын оқушылар сабақта бағалай алады. Сонымен қатар оқушылар визуалды деректерді қолдану арқылы түсіндіру талдау дағдылары қалыптасады. Деректерді интерпретациялау. Сонымен қатар тәрбиелік мәні де зор. Ең алдымен эмоционалды әсер ете отырып, эстетикалық көзқарастарын қалыптастыруға бағытталады. Тарих сабағында қолданылатын визуалды деректердің екі түрлі классификациясын қарастырамыз. Тарихи картиналар, фотоқұжаттар, карикатура, тарихи портреттер бұл классификацияның бірінші түрі болса, сонымен қатар жиі қолданылатын деректердің қатарында картографиялық деректер, тарихи нысан суреттері, түпнұсқа қолжазба, тарихи құжаттар, ғылыми реконструкциялар және көркем өнер туындылары жатады. Сіздердің алдарыңызда визуалды дерек көздерді талдаудың қарапайымнан күрделіге қарай Блум таксономиясы негізінде талдаудың төрт алгоритмін ұсынып отырмыз. Бұл жерде анықтау, түсіну, интерпретация және бағалау дағдыларына қатысты сұрақтар көрсетілген. Визуалды деректермен тиімді жұмыс жасаудың бірден-бір әдісі ретінде алдарыңызда тұрған сайттардың тізімдерін ұсынуыңызға болады. Оқушылар мысалы PictoChart немесе DPT секілді қосымшаларды қолдана отырып, өздеріне тиімді әдістерін бірін таңдай отырып, визуалды деректердің жан-жақты аналитикалық талдау дағдыларын жетілдіруіне мүмкіндіктері бар. Осылардың ішіндегі ең кең қолданысқа ие болған екі қосымшаны сіздердің алдарыңызда көрсеткіміз келіп отыр. Біреуі Grello.com қосымшасы. Бұл жерде оқушылар жаңағы визуалды деректердің инфографика мен схемаларды тегін құрал ретінде қолдана алады. Және схемалық редакторы және түстер палитрасы мен фон, пішін және суреттерді жүктеудің мүмкіндіктері болады. Дайын шаблондар арқылы элементтерді өңдеп және орналастыру мүмкіндігіне ие болады. Визуалды контент дайындауды көмектесе алатын құралдардың бірі Wingage қосымшасы. Бұл үлкен көлемді деректерді визуалдауға арналған корпоративтік құрал. Қосымша тегін әрі қолжетімді. Кез келген оқушы тіркеліп, дайын жұмыстарын өзара бөлісе алады. Қосымшаның сол жақ бөлігінде арнайы категориялары орын алады. Оқушы дайын шаблон негізінде презентация, диаграмма, график, флайер, свод кестелеріне өзі ізденген ақпараттарын талдау арқылы жұмысының нәтижесін көреді. Үлкен көлемді деректерден құралған инфографиканы аз уақыт дайындауға мүмкіндік береді. Инфографика форматы бүгінде онлайн медиада көп қолданылады. Алайда шын мәнінде сапалы инфографика жасау үшін форматпен жұмыс істеу ерекшеліктерін білу керек. Кез келген инфографиканы жасау, ұсақ детальдармен ақпарат жинаудан бастап, деректерді визуалдауға дейін жұмыс істеу деген сөз. Күрделі тақырыпты қызықта қарапайым етіп, әдемі, түсінікті, суретпен айтып беру әрқашан тиімді болады. Сондықтан Wingage қосымшасы бағдарламалауды қажет етпейтін, қолдануда оңай да ыңғайлы онлайн құрал болып табылмақ. Осылайша визуалды деректер оқушылардың талдау дағдыларын дамытудың құралы ретінде әрекет етеді және қорытынды жасауға мүмкіндік береді.